Сәлеметсіздер ме жас достар, бүгін біз табиғаттағы өте маңызды құбылысты деформация және Гук заңын қарастырамыз. Деформация дегеніміз дененің пішіні мен өлшемінің өзгеруі. Яғни біз қандай да бір затқа күш әсер етсек, ол не созылады, не сығылады, не майысады. Міне, осының бәрі деформация. Мысалы, серіппені созсақ ол ұзарады, резеңке лентаны тартсақ ол керіледі, ал пластилинді бассақ ізі қалады. Бұл жерде екі түрлі деформация бар. Серпімді деформация күш әсері тоқтаған соң дене өз қалпына қайта келеді. Мысалы, серіппе немесе резеңке, пластикалық деформация дене бастапқы қалпына қайта келмейді, яғни пішіні тұрақты өзгереді. Мысалы, иілген темір, майысқан балшық, немесе басылған пластилин. Серпімділік күші дегеніміз деформацияланған дененің пішінін қалпына келтіруге тырысатын күш. Бұл құбылысты алғаш 1660 жылы ағылшын ғалымы Роберт Гук зерттеген. Ол көптеген тәжірибелер жасап, 1678 жылы әйгілі заңын ұсынды. Тақтаға назар аударайық. F серпімділік күші тең қатаңды коэффициенті көбейтілген серіппенің ұзаруы дельта X-ке. Мұндағы F серпімділік күші ньютонмен өлшенеді. К серіппенің қатаңдығы ньютон бөлінген метрмен өлшенеді. Дельта X серіппенің ұзаруы немесе қысқаруы метрмен. Гук заңының мағынасы: серпімділік күші серіппенің ұзаруына тура пропорционал. Егер серіппені 2 есе ұзартсақ, күш те 2 есе артады. Ал енді өмірден мысал келтірейік. Автокөліктің амортизаторы Гук заңы бойынша жұмыс істейді. Ол соққыны сіңіріп, көлікті теңестіреді. Таразының серіппесі де осы заңға негізделген. Салмақ артқанда серіппе көбірек созылады. Тіпті жаттығу құралдарындағы резеңке таспалар, көбік матрастар, жүк көтергіш механизмдер барлығы серпімділік пен Гук заңының принциптеріне сүйенеді. Сонымен балалар, деформация мен Гук заңы тек физика сабағында ғана емес, өмірдің барлық саласында кездесетін ұғымдар. Ендеше бүгінгі сабақтың формуласы: физика өмірдің формуласы.